Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі және қытырлақ болып шығатын вафлидің рецепттерімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап лайк басуды ұмытпаңыздар. Вафлиді жасау үшін бізге ең алдымен 3 жұмыртқа, 190 грамм маргарин немесе сары май, 130 грамм ұн, 150 грамм құмшекер және 60 грамм сүт керек болады. Бұл заттарды өлшеу үшін таразы керек әрине, және вафельница керек. Ең алдымен біз таза ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып салып, миксермен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Жұмыртқамызды араластырып болғаннан кейін құмшекерімізді 2-3 бөлікке бөле отырып қосатын боламыз. Ендігі кезекте маргарин қосатын боламыз. Мен маргаринімді микроволновкаға ертіп алдым. Ұнымызды қосқан кезде мен 2 бөлікке бөле отырып шетінен араластырып шықтым. Бұл тәттілер сіздің дастарханыңызды мерекелік дастарханға айналдыратын болғандықтан жасап көруге кеңес етемін. Егер сізге видео ұнап жатса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Мына видеода біз ең соңынан сүтімізді қосып жатырмыз. Осымен вафлидің қамыры дайын. Ең алдымен вафельницамызды қыздырып аламыз. Содан кейін қамырды 2 ас қасықтан сала отырып, 1 минут 2 минут аралығында пісіріп отыратын боламыз. Мен бүгін вафлиімізді 2 түрлі етіп пісіремін. Трубочка тәріздес етіп, міне видеода көрсетілгендей пісіп жатыр. Екінші түрі конус тәріздес болып шығады. Мұндай вафлилар менің балаларымның сүйікті тәттілері болғандықтан мен үнемі жиі жасап тұрамын. Егер сіз дәмді тағамдар мен түрлі тәттілердің рецептісін іздесеңіз, тағамдар каналына тіркеліп қойыңыз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.